Сәлем достар, бүгін біз сіздермен 10-шы сыныптың тақырыптарын талдауды ары қарай жалғастырамыз. Яғни 10-шы сыныптың екінші тарауы, динамика тарауын бастаймыз. Енді сіздермен 9-шы сыныпта динамика тарауы таныс. Яғни динамика бұл қозғалыстың себептерін қарастыратын физиканың бөлімін айтамыз. Енді қозғалыстың себебі әрине күш. Біз күш деген ұғымға анықтама берген кезінде дененің денеге әсерін сипаттайтын физикалық шама деп 7-ші сыныпта анықтама берген едік. Енді біз тереңдете бұл ұғымды ары қарай тереңдете түссек, яғни біз айттық материяның екі түрі бар, ол біріншісі зат, екіншісі өріс. Ал осы зат дегеніміз, яғни біздің көзбен көріп, қолмен ұстауға болатын қоршаған ортадағы кез келген нәрсені жатқызуға болады. Ал осы олардың бір-біріне әсері әрине көрнекі, яғни белгілі бір күшпен, мен мысалға белгілі бір партаны итеретін болсам, ол сол әсер еткен күштің бағытында алдыға қарай жылжиды деген сөз. Тура сол сияқты өрісте күш тудыра алады екен. Мысалға, оның мысалдарын сіздер білесіздер, электр өрісі, магнит өрісі, сонымен қатар гравитациялық өріс бізге ең жақын. Яғни, өріс көзге көрінбегенмен өзінің әсерін денеге тудыра алады. Сол арқылы денені белгілі бір қозғалысқа келтіре алады. Сондықтан өрістің тарапынан да күштер туындайды екен. Енді күш әсер еткен кезде дене қозғалысқа келеді, немесе деформацияланады. Ол деген дене күштің әсерінен өзінің қозғалыс күйін өзгертуі мүмкін, немесе пішінін, өлшемін өзгертуі мүмкін. Енді осыған байланысты біз күштердің түрлерін қарастырғанбыз. Яғни негізгі табиғатына қарай күштер 4 түрге бөлінеді. Гравитациялық, электрлік және ядролық күшті күштер, ядролық әлсіз күштер деп. Сонымен қатар осы уақытқа дейін сіздер күштердің біраз түрлерімен таныстыңыздар. Мысалға, соның ішінде ең бізге танысы ол әрине жердің денені тарту салдарынан болатын, яғни жердің тарту күшінің әсерінен денеге әсер етілетін күш, ол бізде ауырлық күш деп атағанбыз, яғни F тең болады mg. Біз айттық, күш F әрпімен таңбаланады, оның өлшем бірлігі ретінде осы динамика бөліміне физиканың ерекше үлесін қосқан әйгілі физик Ньютонның құрметіне күштің бірлігіне Ньютон деген өлшем бірлік алынатын, және ол F әрпімен таңбаланатын. Енді осы ауырлық күшін біз mg деген формамен есептейтінбіз, және бұдан бөлек біз серпімділік күшін өттік, F тең kx. Яғни Гук заңы бойынша анықталатын. Сонымен қатар біз тағы да күштердің түрлерін қарастырдық. Мысалға, салмақ дегенімізде күштің бір түрі болған. P тең болады mg-ға. Неге біз P-ны ауырлық күшмен бірдей mg-мен есептедік? Оны да біз 9-шы сынып өткен кезінде түсіндірдік. Яғни мысалға қарастырайық. Мынау бір горизонтал бет, партаның үсті деп есептейік. Оның үстінде белгілі бір дене жатса, енді осы денені жер өзіне тартады ауырлық күшімен. Яғни ауырлық күші денеге әсер етеді, оны өзіне тартып тұрады. Енді оның астында тірек болып тұрған парта, яғни оған қарама-қарсы бағытталған, яғни тіректің реакция күші деген N деген күшпен әсер етеді. Ал енді осы кезде қарайтын болсақ, егер мынау тірекке жер мынау денені тартып төмен қарай, яғни mg ауырлық күш әсер ететін болса, сонымен қатар сол ауырлық күшінің салдарынан енді бір күш туындайды, яғни оны біз салмақ деп айтқанбыз. Салмақ ол бізде P әрпімен таңбаланды, P әрпімен. Ол яғни мынау дененің әсерінен мына тірекке түсірілетін күш. Шын мәнінде бұл салмақты туындатып тұрған, ол бізде ауырлық күші болатын. Сондықтан екеуінің мәні бірдей mg деген формуламен есептелінген. Яғни бұнымен қатар, егер осы денені қандай да бір күшпен, F күшпен оңға қарай тартатын болсақ, онда қозғалыстың бағытына қарама-қарсы жанасқан екі беттің арасында, яғни арасында тағы бір күш пайда болады. Бұл бізде F үйкеліс күші болады.
яғни жанасқан екі дене бірінің бетімен қозғалған кезінде қозғалыстың бағытына қарама-қарсы, яғни қозғалысқа кедергі жасайтын күшті біз үйкеліс күш деп атаймыз. Яғни күштердің осындай бірқанша түрін біз осы уақытқа дейін таныс болдық. Енді бүгін біз яғни бір мезетте денеге бір күштің ғана әсер етпейтіндігіне көзіміз жетті. Демек, осындай көп күштер әсер еткен жағдайда біз қортқы күш деген күшті есептейміз. Яғни осы күштердің әсерінен қандай бағытта дене қозғалады? Әрине, ол қортқы күштің бағытында қозғалады. Мысалға, біз оларды қосуды, яғни қортқы күшті бұл күштердің векторлық қосындысы арқылы есептейміз. Яғни қортқы күшті есептеудің екі түрлі әдісі бар. Біріншісі ол геометриялық әдіс. Екінші әдіс бізде аналитикалық әдіс деп аталады. Немесе бұл кейде координаталық әдіс деп те аталады. Яғни бұл әдістер қалай? Геометриялық әдіс әрине түсінікті. Мысалға, бір денеге екі күш әсер етсе, мұнда F1 бағыты былай, және келесі F2. Яғни осындай белгілі бір бұрыш жасаған күштер әсер еткен кезінде, әрине ол екіден де көп болуы мүмкін. Ең қарапайым жағдайын қарастырайық, екі күш әсер етсе. Біз оларды жаңағы векторды қалай қосамыз? Тура солай үшбұрыш немесе параллелограмм ережесі бойынша қосып қортқы күшті табамыз. Мысалға, бұл жерде біз мынау F1 күшті параллел мұнда көшіретін болсақ, мөлшермен ол мұнда келеді. Яғни F2 күшіміз мұнда келеді. Осы кезде мынау параллелограммның диагоналы ол осы екі күштің қортқы күшін береді. Яғни, егер тура осындай бағытта бір денеге екі күш әсер етсе, онда ол дене мынау F1, F2 деген бағытталып тұрған қортқы күштің бағытында қозғалады. Бұдан көп болса, мысалы, үшінші күш әсер етсе, мысалы, былай қарайық, F3. Онда біз тағы да F1, 2 мен F арқылы параллелограмм ережесін пайдаланып, біз тағы да олардың қортқы күшін тапсақ болады екен. Яғни бұл бізде геометриялық әдіс. Яғни үшбұрыш ережесімен, параллелограмм ережесімен векторларды қосу тәсілі арқылы күштердің қортқы күшін табамыз. Енді аналитикалық әдіс. Бұл жерде біз қалай есептейміз? Яғни аналитикалық әдіс дегеніміз барлық күштерді алдымен белгілеп, кескіндеп сызып аламыз. Содан кейін сол күштерді OX және OY өстері бойынша проекцияларын есептеп, яғни қайсы өс бағыты бойынша қозғалды, сол жағдайларды қарастырып, біз қортқы күшті таба дегеніміз. Оны есеп шығару барысында сіздерге түсіндіретін боламын. Енді күштерді қосудың осындай, яғни көп күш әсер еткен жағдайда қортқы күш табудың осындай екі түрлі әдісі бар екен. Осы арқылы біз бірнеше күш әсер еткен жағдайда қортқы күшті тапсақ болады. Енді келесі біз осы динамика бөліміндегі іргелі заңдардың бірі Ньютон заңдарына тоқталайық. Ньютонның бірінші заңы ол былай тұжырымдалады. Егер денеге сырттан күш әсер етпесе, немесе қортқы күш нөл болса, яғни сыртқы әсер еткен күштердің тең әсерлі күші нөлге тең болса, бұндай жағдайда дене өзінің бір қалыпты қозғалысын немесе тыныштық қалпын сақтайды. Демек, үдеу нөлге тең деген сөз. Яғни, бірінші заңы бойынша, Ньютонның бірінші заңы бойынша, денеге сырттан күш әсер етпеу керек. Яғни, егер бірнеше күш әсер етсе, оның қортқы күші нөлге тең болу керек. Яғни, ешқандай күш әсер етпейді. Осы жағдайда дене өзінің жаңағы бір қалыпты қозғалысын сақтайды, немесе ол тыныштықта болса, тыныштық күйін сақтайды. Яғни, дене өзінің қозғалыс күйін өзгертпейді деген сөз. Яғни, үдеуіміз бұл жағдайда нөлге тең болады. Енді осындай Ньютонның бірінші заңы орындалатын санақ жүйелерін біз инерциялық санақ жүйесі деп аталамыз. Яғни инерциялық санақ жүйелеріне біз мысал келтіре аламыз. Бір қалыпты қозғалып келе жатқан машинаның ішінде болып жатқан қозғалыстарды біз ол инерциялық санақ жүйесінде жүзеге асты деп қарастырамыз. Ал инерциялық санақ жүйелерінің барлығында қозғалыс бірдей өтеді. Мысалға, егер бір машинаның ішінде ол бір қалыпты қозғалып келе жатса, оның ішінде мысалға бір затты сіз тік жоғары лақтырып қайтадан қағып алсаңыз, оған кеткен уақытпен тура сол қимылды үйдің ішінде қайталасаңыз, тура сол
қозғалысқа байланысты параметрлер ешқайсысы өзгермейді. Яғни сіз машинаның ішінде лақтырған денеңіз қанша уақытта қолыңызға қайта келіп түссе, үйде де тура сондай уақытта қолыңызға келіп түседі. Ол қандай түзу сызықты қозғалыс жасаса, үйде де тура сондай қозғалыс жасайды. Яғни инерциялық санау жүйесінде қозғалыстар бірдей өтеді. Енді екіншісі, бұл жаңа біз айттық бірінші заңда, яғни денеге сырттан күш әсер етпесе дедік, бұл жерде егер денеге сырттан бір күш әсер етсе, қандай жағдай болады? Бұл сол туралы. Яғни денеге сырттан қандай да бір күш әсер етсе, дене өзінің қозғалыс күйін өзгертеді. Демек, дене үдеу алады. Яғни сырттан әсер еткен күштің әсерінен дене үдеу алады. Ол алған үдеудің шамасы әсер етуші күшке тура дененің массасына кері пропорционал болады. Яғни, егер массасы көбірек дене болып, массасы азырақ дене болып, екеуіне бірдей күш түсіретін болса, әрине массасы азырақ дене көбірек үдеу алады. Сондықтан жеңіл заттарды бізге қозғалту оңай, ал ауыр заттарды бізге қозғалту қиын. Яғни екінші заңы бұл күш әсер еткен жағдай деген. Күш әсер еткен жағдайда дене үдеу алады, алған үдеуінің шамасы массаға кері, ал күшке тура пропорционал екен. Енді мына үдеуді ашып жазайықшы. Үдеуді біз айттық. Үдеуіміз дененің жылдамдығының өзгеру шапшаңдығын сипаттайтын шама. Яғни дельта В бөлінген дельта Т. Енді осы жерде орнына қойайық. Сонда аның орнына қойсақ, дельта В бөлінген дельта Т тең болады F бөлінген M. Енді пропорция көбейтейік. Яғни F пен Т-ны, M мен дельта В-ны. Сол кезде бізде мынандай өрнек шығады. M дельта В тең болады F көбейтілген дельта Т. Яғни көріп тұрғандарыңыздай, мына жердегі M дельта В деген шама, ол бізде импульстың өзгерісін береді. Өйткені бізде импульс дегеніміз дененің массасы мен жылдамдығының көбейтіндісі ғой. Демек, M дельта В бізде импульстың өзгерісін береді. Ол тең болады күшпен оның әсер ету уақытының көбейтіндісі бізде күш импульсін береді. Демек, мынандай қорытынды жасасақ болады. Дене импульсінің өзгерісі күш импульсына тең. Бұл заңды біз импульс түріндегі Ньютонның екінші заңы деп атаймыз. Балалар, келесі тақырыпта біз осы тақырыпқа есептер шығарамыз. Әрине, формулалар жеңіл болғанмен бұл тақырыпқа есептер шығару кішкене күрделі. Сол үшін келесі практикалық бөлімді міндетті түрде көріңіз. Егер осы тақырып бойынша қандай да бір жер сізге түсініксіз болса, осы видеоның астына пікір қалдырыңыз. Мен сіздерге жауап беремін. Келесі кездескенше сау болыңыздар.